Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының рәміздері. Бүгінгі сабақта сенің білетінің Қазақстан Республикасының рәміздері туралы. Сенің меңгеретінің мемлекеттік рәміздерді өзге елдердің рәміздерінен ажырату. Балалар, Қазақстан қандай мемлекет? Әрине, дұрыс айтасыңдар балалар. Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет. Еліміздің жер аумағы, халқы, шекарасы және басқару органдары бар. Ал балалар, 4 маусым қандай мереке екенін білеміз бе? Иә балалар, 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні. 1992 жылдың 4 маусымында мемлекеттің тұңғыш рәміздері қабылданды. Мемлекеттік рәміздер дегеніміз мемлекеттің басты символдары. Барлық мемлекеттердің өз рәміздері болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба, гимн жатады. Балалар, өздерің көріп тұрғандай, ерте кезде ту әскерлердің айбындылық символы болған. Туға ерекше құрмет көрсеткен, ал қазіргі кезде ол еліміздің тәуелсіздігін білдіреді. Біздің туымыздың түсі көк түсті, ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, тік бұрышты көгілдір түсті мата. Шетінде ұлттық оюымыз нақышталған екен балалар. Біздің туымыздың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының ұлттық командасы қатысатын спортшыларымыз жеңіске жеткен кезде мемлекеттік гимн ойналып, еліміздің туы жоғары көтеріледі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы мемлекеттік рәміздерінің бірі. Елтаңба, ту, мөр, архитектуралық құрылыстар, өнер туындылары, қолжазбалар мен кітаптарға бейнеленеді. Қазақта шаңырағың биік, кереген кең, босаған берік болсын деген тілек сөз бар. Елтаңба авторлары осы сөздерді басшылыққа алған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы көгілдір түсті, үстінде салынған. Ортасында шаңырақ, шетінде күн тәрізді шашыраған уықтар бейнеленген. Екі жағында қанатты пырақ бейнеленген екен. Төбесінде 5 жұлдыз белгісі бар. Ал төменгі жағында Қазақстан деген елдің атауы жазылған балалар. Осы елтаңбаның авторлары Шотаман Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков болады балалар. Гимн мемлекеттік рәміздердің бірі салтанатты ән. Оны салтанатты жиындарда орындалған кезде Қазақстан азаматтары орнынан тұрып, оң алақанын сол кеудесінің жағына қойып, әнді қосылып бірге айтады. Осы әнұранның авторы, әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов пен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекеттің рәміздерін қадірлеу Қазақстан азаматтарының қасиетті борышы болып саналады. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу елді, халықты, тарихты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді қастерлеу болып табылады. Қазақстан туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранымен айбатты ел. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгін сабақта сендер балалар Қазақстан Республикасының рәміздерімен таныстыңдар, мемлекеттік рәміздерді қолдану ережесін меңгердіңдер, мемлекеттік рәміздерді өзге елдердің рәміздерінен ажыратуды үйрендіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.